дәл өзің қарашы қазір басқаша да жеткізуге болады. Енді өмірдің талқынысымен деген сияқты сондай бір әдемі жеткізуге болатын еді. Сен отырдың да жетім деп 3 рет айттың. Ол нәрсе дұрыс емес. Сен басқаша жеткізуіне болады, әдемі жеткізуіне болады, адамның көңіліне тиіп кетпейтіндей. Енді жетімдер үйі деген нәрсені мен қалай жеткіземін басқаша? Мына жерде Балауса ханым айтып кетті. Дәл қазірдің өзіне Аянға бәрібір болып тұрған сияқты Нұрайға. Қазірдің өзіне сен Нұрайдың көңіліне қарап тұрған, сен жетімдер үйін қалай жеткіземін деп тұрсың, сен қазірдің өзіне пофиг болып тұр саған. Балауса ханым, мына жерде айта кетейінші, Нұрсұлтан, сен жаңа ашуланып жатсың ғой, иә, ашуланатындай орның бар, бірақ мына жерде Аянның айтқысы келгені, мына жерде кімді түсіргісі келіп тұр деп ойламаймын мен. Нұрайды түсіргісі келіп тұр, Нұрсұлтан айтасың. Нұрайды түсіргісі келіп тұр деп ойламаймын. Себебі басынан бастап қызға көңілін бөліп жатыр, танысып жатыр да. Басынан бастап мен Аянға қарсы болған болсам да, қазіргі мақсаты бұл жерде айтып жатқаны қызға үміт беріп, ғашық қылғызып алып, ертең күні уақыт өткеннен кейін барып айтпас үшін алдын ала ата-анасының қалауын айтып жатыр. Бұл жерде айтып жатқан жоқ Аян, мен қарсымын деп. Өзі қарсы болмағандықтан таныстықты бастаған болатын. Әке-шешесімен сөйлесе келе, олардың да досы бар, олардың да жараны бар, құда-құдағилары бар деген сияқты. Олардың да мақсаттары бар. Осынша ұл өсіріп отырғаннан кейін құда жекжат болғысы келетін шығар. Сол мақсатты айтып отыр. Енді жаңа жетімдер дегенді дұрыс емес жеткізіп қойғаны бар шығар, бірақ негізгі мақсатын түбін түсінсеңдер, ата-анасының қалауын айтып жатыр деп ойлаймын. Расымен де мен Шолпан, сен қазір сөзіңді, сенің де сөзің жаны бар шығар, бірақ та сен не Аян не барлығын бір сортсыңдар мен үшін. Конкретно дәл қазір сен осы адамдарды сорттарға бөлме. Сендер қазір бөлме сортты адамдар. Тыңдап ал Аян. Сендер қазір вообще тыңдап тұрған жоқсыңдар. Шолпан, сен Аяндікі дұрыс деп қалайша айтып жатсың дәл қазіргі сәтте? Енді Нұрсұлтан, жерде сен получается Нұрай екеуің бір сорт болып тұрсыңдар ғой, Мейлі Балауса ханым, бұл кісінде мен қарғамаймын ондай нәрсе. Бұйырса мен тоқташ. Абылай бір сортсыңдар деп отыр ғой. Иә, Құдайдың жазғаны сол шығар. Балауса ханым, мен анам жоқ, мен анам өмірден озды, бірақ мен ешқашан өкінбеймін ол нәрсеге. Құдай мен тағдырым таңдап алмаймын. Құдай маған сондай тағдыр берді. Мейлі, мен болашақта да ол нәрсеге көзімді жұмам. Бірақ та Шолпан, өмір алда, сенің де анан бар. Дәл кеше ғана сен раздевалкада анашым қалайсыз деп сөйлесіп жатқан анаң ертең болмай қалуы мүмкін. Бірақ та сәл сөйлейтін кезде ойланып сөйле, қарашы. Ұқсап мына жерде қарғыс тілемейді, жөнделеп сөйле. Мен қарғыс тілеген жоқпын. Ол Алланың жазған нәрсені барды бар, жоқты жоқ деп айтып жатыр. Вот именно Алланың жазғаны сен өйтіп адамды бір кемсіту мақсатында болмаса сондай бір айту мақсатында сен ешқашан жақсылық таппайсың. Мен сені қарғаған жоқпын. Даже мына жақта қарсы бір пікір айтқан кезде Балауса ханым, сендер неғып жаңа ғана Нұрдәулет айтты ғой мысалға, сен өйтіп айтпауың керек еді деген сияқты. Дәл сондай ситуация Шолпан сенің де басына туы мүмкін. Керек емес. Бір минутта ұзақ болып кетсе де. Нұрсұлтан, сен бауырым, сен жетім емессің, сенің әпкең бар ғой. Анаң орын басып отқан әпкең бар. Мен сізге де айтқым келіп отыр, сіздің де бауырларыңыз бар, по-моему, біздің уақытымыз келген кезде бәріміз жетім боламыз негізінде. Балауса ханым, бәрі адамның бәрі вечный емес. Бізде уақыты келеді, сол кезде адам өзі түсінеді деп ойлаймын. Былай қатты ауыр айтудың қажеті жоқ, қыз баласына тем более. Менің ойымша енді